Сәлем достар, бүгін сіздермен мойын бұлшықеттерінің анатомиясын талдаймыз. Топографиялық орналасуына байланысты беткей және терең деп екі топқа бөлеміз. Бүгінгі сабақта беткей мойын бұлшықеттерін талдаймыз. Жалпы беткей мойын бұлшықеттерін екі топқа бөліп қарастырамыз. Олар бізде бүйір топтың бұлшықеттері және орталық топтың бұлшықеттері. Бүйір топтың бұлшықетінің ең біріншісі ол бізде мускулус платизма деп аталатын тері астылық бұлшықет. Бұл бұлшықет талшықтары төменде екінші қабырға бойында басталады, яғни кеуде тұсында, жоғары қарай тері астымен бағытталып, бұлшықет талшықтардың бірі мускулус депрессор лаби инфериорға жалғасады, яғни ерінді төмен сүруші төменгі бұлшықет, және бұлшықет талшықтарының екінші бөлігі мускулус ризориус күлімсіреу бұлшықетіне жалғасады. Келесі бұлшықет ол бізде мускулус стерноклейдомастоидеус деп аталатын бұлшықет болып табылады. Бұл бұлшықет бізде мускулус платизманың астында орналасқан, және басталатын жері екі аяқшадан басталады, медиалды және латеральды аяқшалары. Латеральды аяқшасы бізде мына тұрған клавикуляның, яғни бұғананың төстік ұшынан басталады, жоғарғы бетінен, ал медиалды аяқшалары ол бізде төстің тұтқасының алдыңғы бетінен басталып, жоғары қарай бағытталады да, екі бұлшықет бірігіп, жоғарыда бізде самай сүйегінің өсіндісі, яғни емізікше тәрізді өсіндісі процессус мастоидеуске жалғасады, және қалған бөлігі бізде барып мұнда орналасқан шүйде сүйегінің төменгі желкелік сызықшасының бүйір бөлігіне барып бекитін болады. Бір жақты жиырылған кезде басты сол жаққа қарай бұрады, ал екі жақты жиырылған кезде бізде артқа қарай шалқаю қызметін атқарады бұл бұлшықет. Сонымен қатар екі аяқшасының ортасында бізде кіші төс үстілік шұңқыр орналасқан, фосса суpraклавикулярис минор деп аталады. Келесі бұлшықет тобы ол бізде орталық топ болып табылады. Орталық топтың өзін біз екіге бөліп қарастырамыз. Ол бізде мына тұрған осхиоидеум деп аталатын тіл асты сүйегіне байланысты болады. Яғни тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшықеттер тобы және тіл асты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер деп екіге бөлеміз. Тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшықеттерге ең бірінші біз екі қарыншалы бұлшықетті жатқызамыз, яғни мускулус дигастрикус деп аталады. Алдыңғы және артқы қарыншаларын ажыратамыз. Алдыңғы қарыншасы бізде мына тұрған сүйек, яғни төменгі жақ сүйегінің фосса дигастрикусынан басталып, төмен және артқа қарай бағытталады, және тіл асты сүйегінің денесіне бекиді, және дәл осы жерден артқа қарай бағытталатын артқы қарыншасы басталады. Яғни вентр постериор. Вентр постериор бізде инцизура мастоидеус деп аталатын самай сүйегінің емізікшелі тілігіне барып бекитін болады. Және осы екі қарынша, сонымен қатар мына ос мандибуляның арасында бізде үш бұрыш түзіліп тұр. Осы үш бұрышта бізде төменгі жақ безі гландуля субмандибулярис орналасады, және бұл үш бұрышты біз тригонум субмандибулярис деп атаймыз. Келесі бұлшықет, яғни бұл бұлшықет бізде жиырылған кезде, егер тіл асты сүйегін жоғары қарай көтеру қызметін атқарады, егер тіл асты сүйегін бекем ұстаса, онда төменгі жақты төмен қарай түсіру қызметін атқаратын болады. Келесі бізде тіл асты бұлшықеті мускулус стилохиоидеус деп аталатын бұлшықет өзінің бастауын жоғарыда самай сүйегінің біз тәрізді өсіндісінен басталып төмен қарай бағытталады да, мына тұрған тіл асты сүйегінің үлкен мүйіздеріне барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі тіл асты сүйегін жоғары артқа қарай тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшықет жақ тіл асты бұлшықеті мускулус милохиоидеус деп аталатын бұлшықеттер. Ол бұлшықет бізде
төменгі жақтың жақ тілястылық сызықшасынан басталады, жоғарыдан төмен қарай бағытталып, екі жағы бір-бірімен өзара тігіс арқылы, яғни жақ тілястылық сіңірлі тігіс деп атаймыз, рафе мускулус милохиедеус арқылы бірігеді, және төмен қарай бағытталып, бұлшықет талшықтары тұрған тілясты сүйегінің денесіне барып бекиді. Сонымен қатар бұл бұлшықет бізде үш бұрышты жалпақтау болып келген, және ауыз қуысының диафрагма ористі құрайды. Бұл бұлшықеттің қызметі төменгі жақ сүйегін берік ұстаған кезде тілясты сүйегін көтереді, ал керісінше тілясты сүйегін мықтап ұстаған кезде төменгі жақты төмен қарай түсіру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет иек тілястылық бұлшықет, мускулус гениохиедеус деп аталатын бұлшықет. Бұл жерде фотосы жоқ. Ол бұлшықет бізде төменгі жақтың иекті қылқаны спина, ана жерде спина менталис бар ғой, сол жерден басталып төмен қарай бағытталады да тілясты сүйегінің денесіне барып бекиді. Тілясты сүйегін алға және жоғары қарай тартады, ал тіл асты сүйегі жағынан бекіп мықтап ұстаған кезде төменгі жақты төмен қарай түсіру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет тобы, ол бізде осхиедеум тіл асты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер. Оларға ең бірінші мускулус стернохиедеус деп аталатын бұлшықет жатады. Бұл бұлшықет талшықтары төс сүйек тұтқасының, яғни төс сүйегінің кеуде қуысына қараған бетінен басталып, жоғары қарай бағытталады. Және осхиедеум, яғни тіл асты сүйегінің денесінің төменгі бөлігіне барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі жиылған кезде тіл асты сүйегін төмен қарай тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшықет төс қалқанша бұлшықеті, мускулус стернотиреидеус деп аталатын бұлшықет. Міне мына бұлшықет. Бұлшықет талшықтары бізде төс сүйегі тұтқасынан төменде және бірінші қабырғаның шеміршектік бөлігінен басталып жоғары қарай бағытталады. Яғни мускулус стернохиедеустың астында жатады. Жоғары қарай бағытталып, бізде шеміршектің қиғаш тұрған қалқанша шеміршегінің қиғаш сызығына барып бекиді, линия обликуаға барып бекиді. Көмейді төмен тарту қызметін атқарады. Дәл осы бұлшықеттің тікелей жалғасы болып табылатын, дәл біткен жерінен келесі бұлшықет басталады. Көмей тіл асты бұлшықеті мускулус тирохиедеус деп аталатын бұлшықет. Жаңағы төменде орналасқан мускулус стернотиреидеустың тікелей жалғасы болып табылады, яғни біткен жерінен басталып, тіл асты сүйегінің денесіне барып бекитін бұлшықет. Негізгі қызметі көмейді тіл асты сүйегіне қарай жоғары қарай көтеру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет қалқанша безін көтеруші бұлшықет деп аталатын мускулус леватор гландуля тиреидеи деп аталатын бұлшықет бар. Ол бізде тіл асты сүйегінен қалқанша шеміршегінен басталады, және де төменде қалқанша безінің дәнекерлі тканінің қабына барып бекіп, осы қалқанша безін және оның қабын жоғары қарай көтеру қызметін атқарады. Бұл суретте ол бұлшықет көрсетілмеген. Келесі бұлшықет жауырын тіл асты бұлшықеті мускулус омохиедеус деп аталатын бұлшықет. Төменгі және жоғарғы қарыншалары бар, арасында сіңірше арқылы, аралық сіңірше арқылы байланысқан. Төменгі қарыншасы жауырын сүйегінің жоғарғы тілігінің көлденең байламынан басталады, жоғары қағытталады, және аралық сіңіршесі арқылы жоғарғы вентр супериорға жалғасып, тіл асты сүйегінен аяқталады. Бұл бұлшықеттің қызметі жауырын сүйегін мықтап ұстаған кезде тіл асты сүйегін төмен және артқа қарай тартады. Мойын қан тамырлары мен нервтерінің қынабын құрайды. Сонымен қатар бұл бұлшықет бізде жиылған кезде мына тұрған вена югулярис интерна, яғни ішкі мойындырық венасының өту жолын кеңейтіп, венадан жүрекке қанды тез еркін өтуіне көмектеседі.